Балалар, бүгін сабағымыз 105 сабақ мәтінді түсініп оқы дейді. 9-шы атты су тіршілік көзі дейді. Су табиғаттағы барлық тіршілік атауларының құрамына кіреді. Көптеген өсімдіктер 80-95% судан тұрады. Жануарлар мен адамдар денесінде де су көп. Су жер бетінде үнемі тынымсыз айналыста болады. Теңіз бен мұхиттардың, өзендер мен көлдердің бетінен су буға айналып, одан бұлт түзіледі. Ол жаңбыр немесе қар бұршақ болып жерге жауып, қайта суға айналады. Сусыз тамақ піспейді, сусыз тазалық та болмайды. Су жолмен жүк тасиды. Судың күшінен электр қуатын да алады. Су біздің байлығымыз. Оған әр уақытта қамқорлықпен қарау қажет. Мәтін не туралы? Мәтін су туралы, Мәтін бөліктеріне сәйкес жоспардың қалпына келтір. Сол жоспар бойынша мазмұндама жаз дейді. Бірінші біздің судың адам өміріне қажеті. Бірінші жоспардағы орнына қоямыз. Ал екіншісі табиғаттағы су айналымы. Үшінші судың маңызы дейді. Енді қараңыздар. Кішігірім мазмұндама. Өздеріңіз жазсаңыздар болады. Мен былай жаздым. Су барлық тіршілік атаулының құрамына адам денесіндегі су өте көп болады. Су жер бетінде үнемі тынымсыз айналыста болады. Судың күшінен электр қуатында алады. Су біздің байлығымыз, оған әр уақытта қамқорлықпен қарау қажет дейді. Міне, жоспар жаздық. Енді ары қарай бізде 10-шы атты мақалды тауып жаз дейді. Суудың сұрауы. Былай жазамыз, судың да сұрауы бар деп жаздық міне. Ары қарай бізде 11-шы атты жұмбақты көшіріп жазып шешуін тап дейді. Көлді жердің үкілі аруы, өткір желдің сөз тартар қаруы дейді. Жауабы: көлді жердің үкілі аруы, бұл бізде қамыс екен, қамыс. Енді бізде сын есімдер тауып, олардың қайсы негізі және қайсы туынды екенін айт дейді. Сын есімдер: көлді дегеніміз туынды сын есім, үкілі дегеніміз туынды сын есім екен, өткір дегеніміз негізгі сын есім екен. Жұмбақтың шешуін табуға қай сөз көмектесті деп ойлайсың деп. Бұл жерде бізде сын есімдер көмектесті: көлді, үкілі, өткір дегендер. Міне. Негізгі сын есімдерді дау, деу, лау, леу, тау, теу, шілі ғыш жинақтары жалғап қалған бір туынды есіммен сөйлем құрап жаз дейді. Ақ, боз, жасыл, сары, үлкен, көк, ұсақ дейді. Жұрнақ жалғанғанда негізгі сын есімдердің мағынасының өзгеріс болды ма дейді. Қараңыздар, ақ дегенге шыл, ақшыл, боздау, жасылдау, сарылау, үлкендеу, көкшіл, ұсақтау. Бұл жерде біреуін алып қарайтын болсақ, бір сөзген бір туынды есімнен сөйлем құрап жаз дейді. Мариямның сарылау жидесі бар дейміз. Бұл жерде сәл мағына өзгеріп тұр. Бұл жерде ақ деп кәдімгі нақ айтып тұрса, ақты, ақ деген сөзді, киімді, мысалы киімді айтатынымыз ақ киім дейміз. Ақшыл киім дейміз, бірақ аққа ұқсамайды, сәл ақшылдау болып тұр. Сол кезде мағына сәл өзгереді екен. Сарылау дегенде сары, мысалы сары шар дейтін болсақ, сарылау шар сәл сарыға ұқсайды, бірақ нақты сары емес. Үлкендеу дегенде үлкен деп, мысалы айтатын болсақ, үлкен, нақты үлкен екенін айтып тұр. Ал үлкендеу дегеніміз қатты үлкен емес, сәл ғана үлкен деп тұр. Солай мағыналы сәл өзгереді екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.